Әлем сен сияқты жандарға мұқтаж. Достарыңның арасында міндетті түрде гүлдің шешек атқанын, бұлттың ерекше күлгілі пішінді көрсеткенін, көршінің мысығының көзі күнде өзгеретінін байқайтын біреу болады. Ол темекі тартқан адамның бәрін айдаһарға, арқасына рюкзагын тастамай жүретіндерді періштеге ұқсатады. Ол көктемнің самалына сәлем беріп, ескі досын көргенде қуанады. Сен жыласаң, шаршамай жұбатады. Көз жасын кепкенше сабырмен күтеді. Соғып алған тізеңнің қан тоқтағанша жаныңнан табылады. Көлеңкесінен қашып құтылуға ешқашан тырыспайды. Керісінше, сол көлеңкемен би-билеп үйренетін бір ерекше әпенді дос болады. Үйін қандай жақсы көрсе, сапарға шыққанды да сондай жан сүйеді. Ол басқалар не ойлайды дегенді қаперге алмастан көшеде ән салып, сайбақта би-билеп, құстарға құлақ түре жүреді. Өзгенің көрген түсін мұқият бағалайтын, біреуді сыртынан сөгудің не екенін білмейтін, үрей бас көтергенде де жүрегі жап-жарық боп тұратын жандар болады. Өн бойындағы сиқырды, жарықты, ғажапты, тылсымды, өмірді қалай айтсаң да бәрінің мағынасы бір ғой. Соны сақтап үйренген жандар болады. Бұл дүние мейірімді, қайсар, әділетті жандарға мұқтаж. Тура сен сияқты.